Әңгімені бастамас бұрын арнаға тіркеле кетіңіз. Менің қиналып жүргенімді білетін күйеуім бала жайлы сөз қозғап, артық ауыр сөз айтпайды. Ата-енем де бұларың болмайды, сендерге бала керек, бізге немере қажет. Ұрпақ қалдырудың қамын жасаңдар, 10 жыл күттіңдер, енді бір-біріне ренжімей айырылыса қойыңдар деп еш уақытта айтқан емес. Олар бәрі де Алланың қалауымен болады. Үміт бар деген дәрігерлердің сөзі рас болса, онда неге күдер үзуіміз керек деп бізге демеу болады. Мен сол үшін бақыттымын. Балаларымыздың көп болатынынан да үміттенемін. Осы бақытты шағымның жалғасындай болып, балаларым дүниеге келсе, шаттықтан шалқыған шаңыраққа айналамыз деп сенемін. Осы уақыт аралығында біздің қаралмаған дәрігерлеріміз қалмады. Бармаған жеріміз жоқ. Дәрігерлерге барсақ, бізді үміттендіріп шығарып салады. Олардың тағайындаған емдерін де үзбей қабылдадық. Нәтижесінен үміттеніп келе жатқанымызға да міне 10 жылдан асты. Кейде баланың жоқтығы жанымызға батып, екеуміз екі жаққа кетсек, бәлкім барлығы өзгерер деп. Менің қиналып жүргенімді білетін күйеуім бала жайлы сөз қозғап, артық ауыр сөз айтпайды. Ата-енем де бұларың болмайды, сендерге бала керек, бізге немере қажет. Ұрпақ қалдырудың қамын жасаңдар, 10 жыл күттіңдер, енді бір-біріне ренжімей айырылыса қойыңдар деп еш уақытта айтқан емес. Олар бәрі де Алланың қалауымен болады. Үміт бар деген дәрігерлердің сөзі рас болса, онда неге күдер үзуіміз керек деп бізге демеу болады. Мен сол үшін бақыттымын. Балаларымыздың көп болатынынан да үміттенемін. Осы бақытты шағымның жалғасындай болып, балаларым дүниеге келсе, шаттықтан шалқыған шаңыраққа айналамыз деп сенемін.